Жалайырдың жел жетпес жүрек атанған Бақтыбай ақын 18 жастағы бала екен дейді. Тезек төренің ауылына кеп өлең айтайын деп келсе, есіктің алдында екі күзетшісі батыры жібермейді дейді кигіз үйге, ордаға. Орданың ішінде тезек төрі Суанның биі Қожбанбет бимен екеуі әңгімелесіп, әлденен ақылдасып отыр екен. Содан есіктен кіргізбегеннен кейін Бақтыбай өлең дейтін сыртынан қоя берді дейді. Ей Алла, тіл жағыма бергей медет, қолдай көр ескелді бей өзің демеп. Ақсүйек қан иемнің бала сенің, кембағал алдыңызға келді көдіп. Шешенде тіл шеберде мен болама, нашардан шығатығынен болама. Рақымның көдегің өтісір болса, аттайтын босағыңнан күн болама. 300-ді абылайлап шыққан атың, еш жерден естілмеген жаман затың. Кембағал алдыңызға келді көдік, Алла жар білесіз ғой жетім қақың. Айырылған ата-анадан жетім едім, тентіреп жетімдіктен кетіп едім. Қанырса қайраны бар дегеннен соң келіп тұр алдыңызға жетімегім. Ассалаумағалейкум қашаған қан, 882 жасаған хан. Рақымның көдегің өтісір болса, аттайтын күн болам оу босағаннан. Дегенде тезек төрі айтты дейді, әй мынау кім менің ордамның тұсына келіп тал тұсты айғайлап атқан, мен албасты басып атыр дейм екен. Барыңдар да кім болса да басын кесіп алып келіңдер деп екі батырын әмір берді дейді. Екі батыр келді де Бақтыбайға әкел басты, төре сұрап атыр деп айтты дейді. Сонда Бақтыбай айтты дейді, дат, мен төрені даттағам жоқ, мен төрені мақтадым, менің басымды алса төре алмайды, Құдай алады, мені төреге апарыңдар деп айтты дейді. Содан әлгі екі батыр ойлайды, ай, мынауың өзі бала болса да бәле болды ғой. Тегін болмады деп дырылдатып алып келді дейді төренің алдына. Міне тақсыр жаңағы өлең айтып айғайлап атқанда тезек төре түсін суытып. Ай, сен бе жаңа Алламен сөйлесіп атқан? Басыңды кесіп алайын ба Қызталақтың баласы дегенде. Қасындағы Суанның биі Қожбанбет би айтты дейді. Алдияр, бұның не болса да сөзін тыңдап көріңіз, бірден айтайын деп келген шығар деп айтты дейді. Сонда тезек төрі, ал жарайды сөйлей. Сөйле, сөзің көңіліме жақса тірі қаласың, сөзің жақпаса өлесің деп айтты дейді. Сонда Бақтыбайдың енді тезек төренің алдында шырылдап, өзінің жанын арашалап алып қалайын деп айтып тұрған өлең екен. Қарғыстың алдында қаңғырған қарға жар бияр, Жалайырдағы заман жоқ, ақынмын деп талдияр, төр алдында шал жияр, сөйле дедің қан тезек, сөйлейін енді тілбіл тіл безек, қаңғимын деп қу тілім, қу жанға келді ау бір кезек, бұйрық бір қатты жан тәтті, қорқайын дедім тұрыңнен, өлетін болдым тілімнен, өлетін қалге келгенде, болама тұлым тілім бүгілген, бер жағыңнан айтпайын, айтайын тақсыр түбіңнен, арғатан сенің Шыңғысқан, сағымға садақ өлдірген, Абылай ұран 300-ге, алталашқа білінген, жоқ еді ғой ешкімнің ештемесі бүлінген, аруақ болсаң жебегін, пайғамбар болсаң демегін, сүйені төгін сен едің, алтында бұтақ терегін, аруаққа келдім қан тезек, онан да басқа не дедім. Сізді Құдай жаратты, нашарға көзін салсын деп, бізді Құдай жаратты, жақсыларға барсын деп, ерен талда айтқан жоқ, жазығы жоқ адамның, бас салып басын алсын деп, бәрекелді қан тезек, жарлық айттың талайға, бақ қонған адам кіреді, бақытты алтын сарайға, мен секілді сордыға, келместен қысым жасадың, осы бір жерің жарай ма, өзіңнің де менің де таразымызды абайла, төре деген алдияр, Ақсұңқар
жарғыс ар деді, ақын деген халдыңда жорғалаған қар деді. Сарала түйгін сен едің, сарала тышқан мен едім, тышқанға көзің салғандай қарғалық затың бар менің дегенде кезек түрі. Мынаның сөзінің жобасы бар екен ай. Ал енді ақын екенің рас болса мені жамандашы деп айтты дейді. Ол кезде хандар, сұлтандар ақындарға өздерін өстіп жамандататын екен ғой. Бір жағынан күнәміз жеңілдейді екен дейді екен. Осы күнгі бастықтар айтпай бізге жаманда деп. Сонымен жаңағы Тезек төрені Бақтыбайға жаманда дегенде Бақтыбай айтты дейді. Тақсыр ит құтырса есін қабады, ешкемер құтырса кесіртке айдаһарға шабады, сөйтіп жайын табады деген. Мен сізді жамандап тастай алмай жүрген жаным жоқ деп айтты дейді. Сонда кім Тезек төрі жаманда қызталақтың баласы, жамандамасаң басыңды кесіп алам деп қылышын мойнына тақап қойды. Сонда Суанның биі Қожбамбет айтты дейді Бақтыбайға. Бақтыбай, сен бала болсаң да Ескелді бидің тұқымысың. Бұл арғатасы Абылай, әділ, өзі қан Тезек, айтпайды, айтқаннан қайтпайды. Өзі жаманда деп тұрғанда жаманда, бірақ жамандайтын жерін дәл тауып жамандашы деп көзінің астымен шырай беріп қойды дейді. Сонда Бақтыбай бұлайды өлдім ғой деген Тезек төрін жамандап тұрған жер екен. Күннекен көздің жасын іркіп келген, мен байғұс көлеңкеден үркіп келген. Түрт шайтан түлін ата бұғын екен, артымнан дедектетіп түртіп келген. Болама құр көңілдің кірлегені, Алланың сәті болар бір дегені. Тәуекел датта десең мен даттайын, күн жетпей ешкім сыра өлмегені. Хан Тезек мен өзіңді іздеп келдім, Алланың жазғанына енді көндім. Тәуекел датта десең мен даттайын, Алла жар тазатыңда ақыр өлдім ай ай ай. Атаң әділ тақсырау дария көлдей тайынып, зардабы кеткен жайылып, сары судың бойынан қайта қуған қалпақты күші бір жетіп қайырып, екі баспақ алтынды жолдасына салыпты, үш баспақ толы алтынды берместен ұрлап қалыпты. Сол әділдің баласы сен емес менің Хан Тезек, билепте жүрген қалыпты. Керісі Алматының кер емес пе, қалмақтың бурыл Алтай жер емес пе. Қоқитып қолымменен жарылқаған қазақтың алтауылды дем емес пе. Секілді жынды ота елеңдейсің, сол қазақпын отырған мен емес пе. Абылай аты шыққан қамбарыммен, отырсың Абылайдың сен малымен. Алдыңда қарып қыскын жайын айтсам, ортасын қодаңдаған жанжалыңмен. Әй тақсыр, мен өлермін, сен өлерсің, ақысын жетім есір тең берерсің. Бір сиыры кеткен кісі кебінің тап, екінші ақысы бар ел келгенде жұлдырып төбе шашың дөңгелерсің ай ай ай. Атаң әділ тақсырау дария көлдей тайынып, зардабы кеткен жайылып, қайта қуған қалмақты сары судың бойынан күші бір жетіп қайырып. Бақтыбайды аңлайды, шындыққа тілім талмайды. Орыс деген жұрт келді терезенің көзіне, тастап кетсең 5 теңге бір тиын да алмайды. Сіздің үйдің қасына бір сиырлы кембағал қона қалса, көрші боп сиырынан айрылып соры қайнап зарлайды. Сіз тұрғанда тозаққа басқа ешкім бармайды. Жақсылықпен зауқың жоқ, жамандыққа ауды ақылдың. Соқыр жалғыз дейінің шыққан жоқ, бар ол жалған қатының. Әділетін алса бұғдай жаһаннамда шыңғыртып, не болар екен ақырың. Тақсырау сізге айтпайын, орынсыз болар шатылың дегенде Тезек төрі, ей қызталақтың баласы жаманда дегенде осынша жаманда деп пе деп қылышын суырып алып төндіріп жіберді тағы да дейді. Сонымен не керек?
Тезектөр өзі ақын болған, ақындарды сынап еркелетіп сөйлеткен ғой. Бір жағына сонымен не керек? Ол да біраз жерге барды, Бақтыбай да біраз жерге барды, аттауын да келтірді, мақтауын да келтірді. Енді біраз сөйлесіп болғаннан кейін айта берсе сөзге тоқа төріне келгенде Тезектөр айтты дейді: Қожбанбет, мен екі ақын көрдім. Бірі Қызыл Еке Сүйінбай, бірі мынау Бақтыбай. Ай, ақын ақ екенсің, енді жарайды. Ал енді ақын екенің рас болса, осы келгенде менен бірдеме аламын деп келдің ғой. Кәне, өлеңмен сұрашы, сұрағаныңды түгел берейін деп айтты дейді. Сонан Бақтыбайдың Тезектөрден дүние сұрап тұрған жер екен. Әуелі Қожбанбет биге қаратып, бір ауыз рахметін айтты дейді. Айналайын биеке, жақсылармен теңдесін, төрелермен шендесін, сұрайын тақсыр сұрайын, бәрібір түгел бермесін. Бермейді десем биеке, көзің бір көрмей сенбесін. Сен байлықтан үдедің, мен жоқтықтан жүдедім. Жолықтыр деп Құдайға, осы еді менің тілегім. Тілейін тақсыр тілейін, тақсырым тіле дегенде үзеңгіндесін шірейін. Бірінші тақсыр менің құмғаным жоқ, бетімді құмғансыздан жуғаным жоқ. Алдым мен қашқарлық бір құмған, әпер жалғанда сенен басқа туғаным жоқ. Екінші тақсыр менің табағым жоқ, қунаған дүние тауып қабағым жоқ. Және басжан алдияр, және тақсыр жалғанда сенен басқа құтқаразым жоқ. Үшінші тақсыр менің кәрденім жоқ, алуға күш қаражат дәрменім жоқ. Бір поднос бір кәрлет тағы да бір, байлықтан домбыр ұстап жүргенім жоқ. Төртінші тақсыр менің кетпедім жоқ, қусаңда босағаннан кеткенім жоқ. Және басжан алдияр және тақсыр, ойдағы сұрар жерге жеткенім жоқ. Бесінші тақсыр менің қазаным жоқ, қунаған дүние тауып қабағым жоқ. Қазан жоқтан үйімді бақырасып, үйге барсам үйімнің ажары жоқ. Алдияр тоғыз қарыс қазан, әпір жалғанда сенен басқа базарым жоқ. Қырғызды қазақпенен араласам, хан тезек сенен әлі озарым жоқ. Алтын балдақ қылыш бер, қынабы болсын сырлаған. 16 жасар қыз әпер, шашбауы болсын ділдадан. 6 қанат ақ үй бер, шие болсын шындаған. Турлығы болсын тұлдаған. 6 атан 4 інген, 10 түйелік үйіңнің жүгі болсын ырғаған. 8 құлынды бие бер, құлыны болсын шырлаған. 12 қысыр байтал бер, 6 ау жуас 6 ауы асау болсын тулаған. 150 қой салып бер, оған бір қой шауалып бер. Қасқыр деген бәле бар, жүгіріп жүрген жылғадан. 6 атан өгіз бер, шуарға соқа саларға. 4 бұзаулы сиыр бер, оны бағып егіншім зауын етіп саварға. Осыны беріп қан тезек шаруам түгел болар ма? Берсең түгел алғаным, елім айдап барғаным. Қаттылық қылып бермесең құртылыпқа мөңірі, бұзау өлген сиырдай босқа шөлдеп қалғаным. Бермесең берме қан тезек, өлтірем дейтін болмасын ар жағыңдай жан-жағың дегенде Тезектөр айтты дейді: әй, Қызталақтың баласы, жоқшылықта өлген бүкіл қазақтың құнын сұрап келдің да менен, ай, мынау ақынның атын беріңдерші деп айғайлай салды дейді былай қарай. Сондан аңдып тұрған екі батыр, міне ақынның аты деп бір алашолақ арық үсті басы қотыр-қотыр жауыр болған атты әкеп есіктің алдына көлденең тартты дейді. Міне ғой, міне атың ақын деп. Осын Бақтыбай қарап жіберсе, әлгі аттың үстіне бір сауысқанмен бір-екі қарға кеп қонды дейді. Ананың қотырын шоқып жеп жүр ғой енді. Соны көрді, даларында өлмей, алмасында өлмей, Тезектөрмен атқа қаратып айтқан өлең екен. Хан Тезек ниетіңіз мақұл екен, аруаққа мен бір келген ақын екен. Молдасы ала қарға сауысқанның, шіркін-ай бәрі әулие батыл екен. Келерім Бақтыбайдың білген екен, екеуі кезек-кезек мінген екен. Осыны
Бақтыбайға береді деп екеуі қосақтанып күлген екен. Кешегі Абылайды көрген малау сорыма менің өлмей жүрген екен. Ай 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 тақсыр-ау ел көрмеген тамашаңыз, сіз түбі біздер болсақ аласамыз. Сауысқан ала қарға ала түбі төртеуміз құлшолаққа таласамыз. Егерде біреуіміз қуып кетсек шуылдап қалғанымыз адасамыз. Бәріміз жармағын жазған едік, қай уақта тату болып жарасамыз. Қан тезексіз сұрап келдік сізден сауға, басымды қалдырдың ба бітпес дауға. Дауласып ала қарға сауысқанмен қалдың ба өмір бойы бітпес дауға. Қан тезек бізді әзілдеп ептедің бе, осыңмен босағаңнан кеттедің бе. Дауласып ала қарға сауысқанмен дариға жас өмірім өткенің бай. Ай 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 дегенде тезектер айтады, ей ақынның аты бұл емес, анау дәнекер сұлудың тоқалы, соның боз жорғасын үстіні күміс ертоқымын күміс жүгенімен соны әкеліп алдында тарт деп айттым ғой сендерге деп ақырып қалды былай қарап дейді. Олар атты әкеп атқанда бас жағынан сандықтан алып бір тай тұяқ күмісті алдырып Бақтыбайдың алдына тастай берді дейді. Тай тұяқ күмісті алып Бақтыбай белбеуіне қыстырып енді анау Ақбозатқа қарап тұрған кезінде қажбан өтпей айтты дейді, әй жарайсың Бақтыбай айналайын тусаң ту, төренің есін шығарып бір жетімнің құнын алдың, жарайсың деп айтты дейді. Сонан Бақтыбай Ақбозатты алып енді кетейін деп атса алашолақ ат қалып барады екен. Соны мұны да ала кетейін деп айтып тұрған өнім екен. Сауысқан қарға мені табалайды. Егерде алашолақ қолға тисе, сауысқан қарға мұнда қала алмайды. Алаттан ауқат алып жейміз бе деп менің де қайырымды сағалайды. Ай 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 аруағы қанағындай үлкен болған, ұялып отырмын ғой мен де содан. Қайтам ба сорым қайнап жалғыз атпен, жоқ еді елден келген жолдас жорам. Қан тезек айтқан сізден де көп тіленбедік, ойдағы сөздің несін үнемдедік. Егерде алашолақ қолға тисе, сауысқан ала қарға ала түбі. Көк қаншық көмегіме ергеннен соң осымен кетпеймін бе түгелденіп. Аруағы қанағындай асқар белгі, қан тезексіз отырсыз шалқар көлге. Егерде алашолақ қолға тисе, сауысқан ала қарға ала түбін. Көк қаншық көмегіме ергеннен соң ауылыма кетпеймін бе рулы ел болай дегенде тезектер айтты, ей қыз талақтың баласы, оны да ал мұны да ал, өзің баршы жылына бір келіп төлеңе мындасып тұр деп жіберді дейді. Сөйтіп Бақтыбай тезек төлердің ауылынан аттанып кеткен екен.